Саламатсыздар ма? Бүгін біз сіздерге үшінші сабақты таныстырамыз. Артиклмен таныстырамыз. Жалпы артикл дегеніміз ол екіге бөлінеді. Бірінші артикл анықталмаған артикл, ол және n. Анықталған артикл ол z. Бірінші біз анықталмаған артиклді қарастырамыз. Егер де екі адам мысалы сөйлесіп отырса, алғаш рет ол зат туралы айтылатын болса, онда қойылады. Келесі жағдайларда z қойылады. Бірінші айтылатын болса, бірінші кезектерде айтылатын болса, ол қойылады. Мысалы, it is a computer. Бұл жерде дауысты дыбыс қойылу себебі, жалпы компьютер деген сөз ол дауыссыз дыбыстан басталғаннан кейін артикль қойылады. Келесі мысалда, it is an apple дейді. Бұл алма деген мағына береді. Жалпы алма деген сөз мына an apple. Қойылу себебі apple деген сөз ол дауысты дыбыстан басталғаннан кейін себебінен n деген артикль қойылады. Жалпы алдында айттық, жалпы анықталмаған артикль ол сөйлемде ең бірінші сөйлеу барысында бірінші рет айтылып тұрса, артикльдер қойылады, n артикльдер қойылады, осы анықталмаған артикльдер қойылады. Ескеретін жағдай, осы артикльдер есімдіктердің алдына қойылмайды. Мысалы, мен, сен, ол, олар, менің, сенің, көп деген мағына береді. Мына жерде бұл, анау, where, who деген бұл жерде сұрақ белгісі емес, есімдік ретінде қарастырылып келген. Орыс тілінде сияқты бұл ағылшын тілінде ол тек қана сұраулы сөйлемде қолданбайды. Біреу, somebody, everything, бәрі. Енді келесі ескеретін жағдай, анықталмаған артикль осы келесі ережесі ол көпше түрде қолданбайды. Көпше түр кезінде, мысалы, books алдында қойылмайды, pens, қаламдар, computers, cars, осы көпше түрде осы анықталмаған артикль қойылмайды. Үшінші жағдай ол саналмайтын заттардың алдына қойылмайды. Мысалы, milk, love, water. Жалпы біз сүтті санамаймыз, бір сүт, екі сүт, әлде бір су, екі су деп санамаймыз, сол себепті саналмайтын зат болып есептеледі. Соның алдына анықталмаған артикль қойылмайды. Енді төртінші жағдай ол ер су аттарының алдына қойылмайды анықталмаған артикль. Астана, Москва, бұл жер су аттары болғаннан кейін, бұның алдына анықталмаған артикль қойылмайды. Енді this is an interesting book. Бұл қызықты кітап. Бұл жерде анықталмаған артикль сын есімнің алдына қойылады. Себебі interesting, ол қызық деп мағына береді. Осы қызық деген, осы interesting деген сөз кітапты бейнелеп тұр. Жалпы осы кітапқа қарағаннан кейін, осы кітап туралы айтылып тұрғаннан кейін interesting book, сол себептен n осы сын есімнің алдына қойылады. Келесі жағдай айтылмайды, this is interesting and book деп айтпайды. Бұл жерде this is an interesting book. Жалпы осылай айтылады. Interesting кейін n қойылмайды. Interesting алдына қойылады. Жалпы сын есімнің алдына қойылады. Себебі осы сын есім зат есімге қарасты болып келіп тұр. Келесі жағдай, бұл z-ні таныстырып көрейік. Жалпы анықталған артикль осы оқылуы екі түрлі болады. Жалпы алдында айтылған сияқты дауысты және дауыссыз дыбыстың басылуына байланысты зат есімнің ол екі түрлі оқылады. Мысалы, I work at the school. Бұл жерде z деп оқылады, себебі зат есімнен басылғаннан кейін, зат есім дауыссыз дыбыстан басылғаннан кейін z деп оқылады. Ал келесі мысалда I work at the office. Бұл жерде office дегеніміз ол дауысты дыбыстан кейін басталғаннан кейін бұл жерде z деп тұрған d деп оқылады. Жалпы көп мағына білдірмей маңызды емес, бәрін z деп оқи беруге болады. Жалпы жай ғана түсіндірген түрім ғой. And I have a car. Бұл жерде менде машина бар. Сөйлеп отырған адам бірінші рет айтып тұр бұл сөзді. Оның алдында машина туралы айтпаған. Екі адам арасында бұндай сөз болмаған. Ал келесі түрде, мысалы, келесі сөйлемде the car is black дейді.
алдыңғы сөйлемде айтылғаннан кейін келесі сөйлемдерде з қойылады. Жалпы екі адам біледі машина туралы айтып тұрғанын, сол себепті з деп қойылады ереже бойынша. Мысалы, have you a car дейді. Сенде машина бар ма? Сөйлем алдында айтылғандай, мысалы have деген алдыға шығып кетеді. Егер де біз сұраулы сөйлем келтірген кезде алдыңғы сабақты қарап көріңдер. Егер түсінбесеңдер, неге мына жерде have алдыға шығып кетті, неге осылай жазылады десеңдер. Жауап ретінде yes, I have a car. Менде машина бар дейді. Бірінші кезекте ол қойылады, артиклі. Келесі уақыттарда қойылмайды, z қойылады. The car is yellow. Келесі сөйлемдерде. Келесі мысалдар тура солай. Has she a book? Онда кітап бар ма? Yeah, онда кітап бар. Yes, she has a book. The book is interesting. Кітап өте қызықты. Енді ең соңғы айтарлық жағдай мына жерде. Take a pen from the table. Бұл жерде неге мына жерде қойылыпты, з қойылыпты деген сұрақ қою мүмкін. Жалпы өзі атына сай біреусі анықталған және анықталмаған деп бөлінеді. Мынау дегеніміз ол анықталмаған артикль, з дегеніміз ол анықталған. Сөйлемде мысалы айтып тұр take a pen from the table. Кез келген қаламды белгілі бір столдан ал деп тұр, тура мағынада. Кез келген қаламды осы столдан ал деп тұр. Жалпы сөйлеп отырған адам көрсетіп тұр. Екі адамды біледі қай столдан алу керек екен. Маңызды емес қандай қалам, жалпы осы белгілі бір столдан кез келген қаламды ал деп тұр. Келесі сөйлемде осы қаламды осы столдан ал деп тұр. Take the pen from the table. Z қойылу себебі адам мысалы мысалы бір адам қара қаламды қалайды, жалпы сол міндетті түрде сол қара қаламды алу керек, басқа түсті керек емес, өзі айтқан қалам керек. Белгілі бір қаламды алу керек, белгілі бір столдан. Take the pen from the table. Әнді келесі сөйлемде take a pen from a table деп тұр. Бұл жерде кез келген қаламды кез келген столдан ал деп тұр. Яғни деген бұл анықталмаған. Кез келген алу береді, ал z деген анықталған. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта жүздескенше сау болыңыздар.